Ауылдан шыққан миллионер, кітап оқып адам болу. Апасы мектепке еден жуушы болып орналасқаны мұндай жақсы болар ма? Мектепке бірге барады, мектепте күнде көреді. Түсте сабақ аяқталғанда үйге бірге келіп тамақтанады. Түстен кейін анасы жұмысына тағы кетеді. Кейде кешке қарай Жомарт мектепке барып, апасына қолғанат болады, су тасысады, парталарды сүртеді, ылғалды шүберекпен. Күн суыта бастағанда қолдағы малдар жылы қораға кіріп ерекше күтімді қажет етті. Жомарт қораның төбесінен мықшаңдап шөп түсіріп, оны кішкентай балтасымен турап қойларға салады. Күн көтерілгенде науаны шелекпен суға толтырып жақында қызыл қынажындары туған, оған да шөп көп керек. Қолына әкесінен қалған дәу қолғапты киіп алып, үйдегі пешке шеңгелден отын әзірлейді. Оны кимесе шеңгелдің тікені жаман, кірген жерін іріңдетіп жібереді. Тікен кірген жерге апасы қара сабын тартып қояды, сол кірген тікенді сорып шығады. Көз байланған шақта апасы жұмыстан орала сала сиырын сауып, ала бұзауын жібереді. Шелектегі сүтін әкелгенде пісіріп алу үшін от жанып дайын тұрады. Үйде айналдырған екеуі ғана болса да тіршілік таусылмайды. Соның бәрін жайғап болып барып Жомарт үй тапсырмасын жасауға отырады да апасы тамақ әзірлеуге кіріседі. Күндегі ғадет осындай. Аспанды қорғасын бұлт қаптап, 3 күн жауын тоқтамады. Апасы екеуі мектепке барып қайтқан. Жолда үсті бастары малмандай су болатын. Пештен шыққан күлді апасы үйдің төбесіне жұқа жеріне төгіп қоюшы еді. Сонда да төбеден су өтіп кетті. Паналайтын құрғақ бұрыш таппаған анасы сол түні жалғызын таң атқанша бауырына қысып, пештің түбінде отырып шыққан. Жауын өтіп жазда тарттырып әкелген ұным илектеніп қалыпты деп апасы біреумен сөйлесіп жатқанынан оянды. Мына қалың жауынды қызының жағдайын білгелі келген нағашы атасы екен. Апасы қанша қиналса да әкесінен көмек сұрамайтын. Бұл кейін білді. Жұрт ақ кемпір деп атайтын сол үйдегі нағашы әжесі анасының туған шешесі емес екен. Сол кісіден батпай төркініне бара бермейтін көрінеді. Ал нағашы апасы өте жақсы адам. Жомартты көрсе болды, бетінен сүйіп, жан қалтасынан кәмпит алып береді. Қашан көрсе де ол неғып таусылмайтын кәмпит екенін. Атасы ертесіне жастай жесір қалып тұрмыс қиындығынан тартып жүрген қызына көмегім деп су өткізбейтін пергамент қара қағаздың 10 шақты орамын әкеп тастады. Енді апасы екеуі күннің ашылуын тілеген. Бейсенбі күні таңертең оянғанда түк болмағандай күн жарқырап шығып тұр. Апасы екі ересек адамды алып келіп, нағашы атасы әкелген қара қағазды төбеге жайдырып, үстінен ағашпен темірмен бастатып тастады. Енді су өтпейтін болды Жоматай деп қуанды. Қыстың қалың қары үй төбесін басқанымен ішке су кірмеді. Көктемнің сіркіреген жауынында да қара қағаз пана болып үйдің ішіне ылғал өтпеді. Жомарт өз құжыларының маңындағы ақ шатырлы әсем үйлерге қарап, өскенде мен осындай үй саламын, апам жауын жауатын күні уайымдамайтын болады деп армандайтын. 4-ші тоқсан ырыс алды. Тәтей, балалар, сендер енді әріп танып, жазу жазып, кейбірің зуылдап кітап оқитын болдыңдар деп көтермелеп алды да, енді мектеп кітапханасына барып жазылып кітап алып оқуға жарадыңдар. Кітапты көп оқыған бала білімді де саналы болып өседі. Тіл байлығы молаяды. Ой өрісі дамиды. Сол үшін кішкентайларыңнан кітапты қадірлеңдер. Сүйіңдер, ертеңнен бастап кітапханадан кітап алып маған көрсетіңдер, не оқи бастағандарыңды деп тапсырма берді. Ұстазының айтқан шәкірттері керемет түсіне қоймаса да, кітап оқыған адамның жаман болмасын кішкентай саналарымен сезді. Ертеңге қалдырмай-ақ дәл осы сәттен бәрін ұғып алайық дегендей, сабақтан шыға бір тобы мектеп кітапханасына қарай тапырлай жүгірісті. Асығып жетіп барғандарымен есік алдында топталап, кіруге батпай сен баста деп тұрып қалды. Әрдайым бірінші болатын үздік оқушы Мираш, немене қорқып тұрсыңдар, жүріңдер қане деді де есікті ашып кіріп кетті. Қалғандары оған ерді. Соңына қарай кірген Жомарттың бөлменің ішіндегі сөрелерге қаз-қатар тізілген сонша көп кітаптан көзі тұнды. Есіктің оң жағындағы үстелде бір апай отыр еді. Балаларды көріп орнынан тұрып, «Қош келдіңдер балалар, қай сынып боласыңдар?» деп жылы шыраймен қарсы алды. «Бірінші Б сыныбынанбыз», деді Бейбіткүл тақылдап. «Сәлеметсіңдер ме балалар, бір жерге барғанда алдымен амандасу керек», деді апай барлығына
көз жүгірте қара. Сәлеметсіз бе апай, деді бәрі хормен. Сәлеметсіңдер ме балалар, кітап әлеміне қош келдіңдер. Сендер енді кітап оқуды бастамақ болған екенсіңдер ғой, қуаныштымын, деп алды да мына жақ қапталда сендер сияқты ең жас оқырмандарымызға арналған кітаптар бар. Сөрелерді аралап, қалаған кітаптарыңды таңдап алып, маған тіркетуге алып келіңдер, деді. Оқушылар сөрелерге қарай мойындарын созып кітап таңдай бастады. Жомарт жан-жағына алақтап қарап тұр. Қайсысын алсам екен? Мына бір қатарда ертегілер екен. Жетілақ пен қасқыр, жыл мезгілдері, қасқыр мен кірпі дегендерді ежіктеп оқып шықты. Кітаптары қандай әдемі, ал мына кітап нан қайдан келеді деген кітап екен. Мына қызықты қара, тастар да сөйлейді, о тауба, тастар да сөйлейді деген қалай сөйлейді екен, деді іштей таңдана жүріп. Ертегілерді апам да айтып береді ғой, одан да нан мен тас туралы кітапты алайын деп шешті. Үйде апасына ырсалды тәтейінің тапсырмасымен кітапханаға барғандарын, кітап алғанын айтып мақтанды. Ойпырмай, мына балам оқымысты болып, әке-шешесі жетпегенге жетер ме екен деп апасы қуанып қалды. Қане, қандай кітап әкелдің? Міне өзім таңдадым. Тастар да сөйлейді және нан қайдан келеді деген екі кітап, деп тақылдап кітаптардың атын айтып апасына ұсынды. Жоматай, енді сен кітаптарыңды оқып маған да айтып бер, деді. Сол аптаның сенбі жексенбісі кітап оқуға кетті. Алдымен нан қайдан келеді дегеннен бастады. Бір рет оқып шықты, бірақ түсінбеді. Екінші жолы қайтара оқығанда ұқты, бірақ мазмұнын айтып бере алмас еді. Үшінші жолы оқып шығып өзімен өзі сөйлеп отырды. Арасында кітапқа қарап алып пысықтады. Жексенбі күнгі кешкі тамақта апасы: ертең сабаққа барасың, тәтейің оқыған кітабыңды сұраса қалай айтып бересің, деді. Жомарт апасына кітаптан ұққанын айтып ұзын ырғасын жеткізді. Атасы, әжесі және немерелері тамақ ішіп жатқанда атасы кім біледі, нан қайдан келеді дастарханға деп сұрады. Немерелері әжем дүкеннен әкеледі депті. Содан кейін атасы әңгіме айтып беріпті. Жер анамыздан басталады депті. Апа, жер ана деген неге жер ана деп өз анасынан сұрап алды. Иә, жер адамның анасы, ол бізді асырайды. Нанды да, суды да, басқа қоректің бәрін адам мен жер бетін тіршілік ететін жан-жануарларға жер береді. Сондықтан біз оны анаға балаймыз, деді апасы. Ал нанды кім өсіреді? Егін егетін ата. Қырға шыққанда көрдің ғой, сап-сары болып егін жайқалып пісіп тұрды. Соны диқан ата өсіреді, деп түсіндірді апасы. Ал бидай деген не? Сол сап-сары өсімдіктің аты бидай. Оның бір талын дән дейді. Дәні топыраққа түскен соң аспандағы күн оты жылытады, жердегі су оған нәр береді. Дән күзге қарай піседі, оны комбайнмен орады. Таза бидайды қырманға апарады. Ауылдың шетіндегі қырманды көрдің ғой, деді апасы ерінбей ұқтырып. Иә, екеуміз бардық қой, қойға жем әкелдік, деп есіне алды бала. Иә, сол жем дегеннің бидайдың кебегі. Қырманнан кейін бидайды диірменге апарып тартады. Сен таудағы диірменді де көрдің, деді. Иә, екеуміз көк есекпен бидай артып барғанбыз, деп есіне түсірді ұлы. Иә, екеуміз көк есекпен бидай артып барғанбыз, деп есіне түсірді. Сол тас диірменге бидайды салып тартып, әппақ ұн жасайды. Оны екеуміз алып келгенбіз, қазір қаптарда тұр, деді апасы. Одан нан пісіресің, деп қуанды Жомарт. Дұрыс айтасың, мен саған нан, бауырсақ, шелпек пісіріп беремін, деді апасы жадырап. Сосын қалада оны наубайхана деген жерге апарады. Онда көп нан пісіріп дүкендерге апарады. Адамдар сол дүкеннен нан алып жейді, деп түсіндіріп берді. Ал мен саған бір тақпақ айтып берейін, соны жаттап ал, деді апасы. Нан қиқымын шашпаңдар, жерде жатса баспаңдар, теріп алып қастерлеп торғайларға тастаңдар деген. Мұны жазып алып жаттап ал, деді. Жомарт қағаз қаламын әкеліп апасының бірнеше қайталауымен тақпақты жазып алды. Жоматай, бұрын біздің әке-шешеміз нан қоқымын жеген адам бай болады деп бізге жегізетін. Келші, саған да жегізейін, бай бол, деп күліп дастархан үстіндегі нан қоқымын алақанына жинап баласының аузына тосты. Жомарт жеп алды. Енді бай болам ба, деді сосын мәз болып. Сенің атыңды әкең Жомарт деп қойды.
қойғанда бай болады, жомарт жігіт болады деп армандаған деп есіне алып баласына әкесі жайлы естеліктер айтып берді. Өскенде үлкен оқу оқып бай боласың, содан кейін жомарт азамат боласың деп кекілінен сипап қойды. Жомарт азамат деген қандай болады? Ол адамдарға көмектесетін, жетімдер мен біз сияқты жағдайы төмендерге көмектесетін жақсы адам деді. Апа, мен енді көп кітап оқимын деді ұлы. Оқы балам, кітап оқыған бала адам болады деді апасы құлыншағын емірене иіскеп құшағына тарта түсіп. Оқымаған кім болады? Надан болады. Надан деген кім? Ал ештеңе ұқпайтын адам. Қой енді ұйықта, ертең мектепке барасың деп апасы оның көрпесін қымтай түсті. Жомарт, апа, мен ертең нан туралыны тәтейге балаларға айтып берем деп былдырлап жатып ұйқыға кетті. Бірінші сыныпта Жомарт мақтау қағазбен аяқтады. Жасаған бергенін бастауың жаман емес, сен бай, жомарт жігіт боласың деп мақтап бетінен сүйді де баласының алғашқы жетістігінің белгісін төргі үйге кілем үстіне түйрегішпен қыстырып қойды. Үйдегі ең құрметті жерге әкесінің портретін әйнекке салып қойған. Енді ол жерде баласының да алғашқы жетістігінің марапаты қатар тұратын болды. Келер жылы да сондай марапат қағазын анасына қуана әкеліп береді. Үшінші сыныпты аяқтағанда ұстазы, балалар, сендер жазғы демалыста кітапханадан оқуға мына төмендегідей кітаптарды алып оқыңдар. Былтырғы жазылған ұлан газеттеріңді үзбей оқыңдар. Күзде 4-ші сыныпқа келгендерінде сендерде не оқығандарыңды, түсінгендеріңді сұрап мазмұндама жаздырам. Әрі ауызша да айтып бересіңдер деді. Тақтаға бірнеше кітаптың аты мен авторын жазып тапсырма берді. Тізімнің басында менің атым Қожа Бердібек Соқпақбаев деп тұр еді. Сыныптан шыға сала кітапханаға жүгірді. Кітапханашы, апай, менің атым Қожа, қазір қолда. Сол оқушы әкеліп тапсырғанда апаңнан беріп жіберем, сен тізімдегі басқа кітаптарды ал, деді. Қап, неге сол баладан бұрын алмадым деп өзін қоярға жер таппады. Менің атым Қожа, кітапханаға барып сұрай берді. Осы баланың сол кітапқа ықыласы қатты ауғаны кітапханашыны да мазалады. Бірде ауданға барғанда арнайы кітап дүкеніне барып сатып алды. Ол кезде мектеп жазғы демалысқа жабылып қалған. Жомарт кезекті жолы келгенде кітапхана құлыптаулы болып, ол бала кітапты қайтармақ түгілі апай кітапханаға жауап кетіпті. Енді қайттым, күзде ұрыс алып тәтейге не айтып берем деген өкініштен жанары жасқа шыланды. Бірде апасы жұмыстан қолына кітап ұстап келді. Есік алдын сыпырып су сеуіп жүрген Жомарт оны бірден байқады. Апа, маған кітап әкелдің бе деп алдынан арсаңдап жүгіріп шықты. Бағанағы кітапханашы Шайзат беріп жіберді ғой деп ыстықтан жүзі тотығып шаршап келген анасы ықылассыз ұстата салды. Мұқабасының сыртында атқа мінгескен екі бала бейнеленген жұқалаң ғана қоңыр кітаптың бетінде менің атым Қожа деп тұр. Жомарт қуанғаннан төбесі көкке біреле жетпей секіре жөнелді. Әй, аңқау апасы-ай, осы кітапқа ұлының аңсары ауып, жаздың жартысын сарылумен өткізгенін қайдан білсін? Кітапханашы апай Жомартқа ерекше бір қуаныш сыйлады. Жомарт іздегені қолына тиісімен үйге кірмей сәкіге отыра кетіп парақтай бастады. Сол жаңа кітаптың сусылдаған беттерінен ерекше иіс бұрқырап, жеткіншектің онсыз да елірген көңілін одан сайын өрекпіте түсті. Мұнда автордың 3 хикаятты топтастырылғанын бала қайдан білсін? 3 бөлек екен деп ойлап, менің атым Қожа, жекпе-жек, балалық шаққа саяхат деп аттарын оқып түсті. Жер бетінде осы кітаптан басқа тірлік жоқ па не пәле, қайда барсаң тасып жүресің деп апасының ұрысқанына қарамай суға барса да, қой-кезекке барса да, Әділхан ағамен шөпке барса да бірге алып жүрді. Ол кітаптың қызығы сондай, Әділхан ағасы да оқып шықты. Оқығаны мұндай жақсы болар ма еді? Енді екеуі Қожаберген, Сұлтан, Жанна, тіпті ұстазы
Майқанованың қызықтары мен оқиғаларын таласа айтып ой бөлісетін болды. Шіркін, осыны апам да оқыса ғой деп ойлады Жомарт. Бірақ анасы кітап оқитындай сауатты емес еді. Содан бір күні апама өзім оқып берсем қайтеді деген ой келіп, апа, саған қолың босағанда мына кітапты оқып берейін деп сұрап еді. Апасы бұған бір түрлі көзбен қараған. Апасының мінезін жақсы біледі ғой, ұнамаса қағып тастайды. Сондықтан асығып аптығып Әділхан ағам да оқып шықты, оған ұнады дегенді қосты. Сол Әділхан ағаңнан мен кеммін бе деп, мен де оқы, мен де біліп алайын деп апасы келісе кетті. Сол күннен бастап апасы екеуі менің атым қожаның қызығына әбден кірісіп алды. Мынай кітап екеуміз туралы ғой деп қожаның мамасы туралы жерлерін оқығанда көзіне жас алды. Көз жасын көрсете бермейтін апасын мына бетімдей кітап елжіретіп жібергені Жомартты таңғалдырды. Байғұс әйел жуас шығар, содан жесір деп басынған ғой, енесінен де ұялмайды. Маған біреу сөйтіп көрсінші деп кінжініп қояды. Иә, Жомарттың апасына ешкім жолай алмайды. Оны абысындары сыртынан Дүлей жеңешем деп атайды. Апасы ұлы екеуін ешкімге басындырмайды. Қаратай сияқты жаман ойлары барлар келсе, апасы алып ұратыны анық. Апасының күйеуге шықпайтынына Жомарт нық сенімді. Жоматай, мына қожаңның мұғалімі әділетсіз екен деп апасы Майқанованы ұнатпай қалды. Мұғалім деген баланы ынталандырмай ма? Жазда өтіп кеткен бәлені күзде сабақ басталғанша ұмытпай жүрген кекшіл екен өзі, дейді. Енді әрі қарай кітапты тыңдағысы келмей қала ма деп қорыққан Жомарт, апа, сол жаман мұғалімді қайтесіз тергеп, қызығы артында деп қояды. Себебі өзі осыған дейін 3-4 рет қайтара оқып шыққан. Апасы, анау Сұлтан деген жаман жолдас, өзі тәртіпсіз екен, темекі шегуге үйретіп жүргенін қара. Жақсымен жолдас болсаң жетерсің мұратқа, жаманмен жолдас болсаң қаларсың ұятқа деп жақсы айтқан. Сен де мектепте жақсы балалармен жолдас бол деп апасы қайтадан кітаптың қызығына түсіп кетеді. Соныменен Жомарт қана емес, апасы да кітап оқып адам болып жатты. Жалғасы бар.